менмендік пен жұмсақ мінезділік жайлы айтамыз иншалла. Енді менмендік ол тәкаппарлықтың, ғалымдарымыз айтады, інісі дейді. Тәкаппарлық ол біреуден өзін жоғары қою. Мен пәленшеден зормын, пәленшеден жоғарымын деп қою. Ол жерде екі адам болады. Мысалы, жоғары санаушы, жоғары санаушыдан кейінгі төмен саналып жатқан адам. Ал менмендікте жалғыз болады. Мен күштімін, мен сұлумын, мен баймын деген сияқты. Енді менмендік деген ғалымдарымыз айтады, арабша уджуд деген сөзден шығады. Яғни таңғалу, таңырқалу. Өз-өзіне таңғалады. Мен неткен күштімін, мен неткен әдемімін, мен неткен баймын деген сияқты. Ғалымдарымыз айтады, ол менмендік деген Алла тағала сол адамға беріп жатқан жаңағы нығметтерін Алла берді деп емес, өзім қол жеткіздім деп ойлау. Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға саған биік бір орын жасайық. Сол жерде тұрып адамдарға насихат етіңіз дейді. Мысалы, жамағат көбейген сайын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артқы сапқа көрінбей қалады. Сол кезде сахабалар айтады, біз сізге минбар сияқты бір нәрсе жасап берейік, жоғарыдан тұрып уағыз айтыңыз, елге насихат айтыңыз дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ұлы Алла мені жоғарылатып, немесе өз жағына қайтарып алғанға дейін өкшемнің айналасында жиналатын түрде араларыңда болуымды жалғастырамын деп айтты. Яғни менің өкшем сендердің өкшелеріңнен биік болмайды деп айтты. Сендер қарай болсаңдар да мен де солаймын. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынаны өсиет етті. Мені өз дәрежемнен артық ұлықтамаңдар. Алла мені пайғамбар етіп жібермей тұрып, ең алдымен құл етіп жаратты дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қарапайымдығы соншалықты, бір кісілер дін үйренуге келеді, бір сұрақ қоюға келеді. Сол кезде енді пайғамбар ғой деп қасында қысылып сұрақ қоя алмай тұрған кезінде пайғамбарымыз айтады, еркін сөйлей бер. Мен де сен сияқты жаңағы не деп айтады, сүрленген ет жеп өскен баламын ғой деп айтады. Яғни қарапайыммын ғой дейді, мен де сен сияқты жай адаммын деп. Сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрбір амалында өте қарапайым болған. Және де кейінгі үмметтеріне қарапайым болуды әмір еткен. Мен құл сияқты отырамын, құл сияқты жеймін. Маған қарапайым болу әмір етілді. Ешкімнің ешкімде артық үстемдігі жоқ. Алланың рахмет есігі баршаға ашық. Кім өз-өзін жоғары санаса, Алла оны төмендетеді. Ал кім қарапайым болса, Алла оның дәрежесін көтереді деді. Абу Хурайра жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: бірде бір адам әшекейленіп, асынып, өзімен тамсанып келе жатқанда Алла тағала оны жермен жексен етті. Осылайша ол қиямет күніне дейін тереңдей түседі дейді. Яғни жаңа кісі өзіне өзі тамсанып, мұрнын жоғары көтеріп, тұмсығын келе жатқан еді дейді. Алла тағала оны жермен жексен етті дейді. Және қияметке дейін ол төмен түсе береді дейді. Менмендік, мансап, білім, кейде адамның күші адамды менмендікке итермелейді. Сен анадан күштісің, одан жоғарысың деген сияқты. Бірақ Алла тағала бергенін мойындамаса, мен жеттім, мен мысалы тренировкаға бардым, қанша жыл анаған қатысып жүрмін, мынаған қатысып жүрмін десе, Алла берді демес. Ол керісінше күнә арқалайды. Бір сондай уақыттар келеді, оның бойынан әл кетеді, одан да күшті біреу шығады. Барлық нәрсе уақытша. Сондықтан да мынандай нәрсе бар, бір әзіл. Бір мекемеде бір кісі ұйықтап жатыр екен. Сөйтсе, жаңағы кісі қорылдап ұйықтап жатады. Бастығы айтады, ананы барып оят, шығар жібер деп айтады. Жаңағы кісі келеді, тұр дейді. Анау былай көзін ашады, қайтып ұйықтайды. Біраздан кейін тағы қорылдайды. Тағы барады, түртеді, оятады. Үшінші рет барады да бір тебеді, тұрсайшы деп. Сонан анау орнынан тұрады да көзінен бір қояды. Сөйтсе боксер екен. Талдырып тастайды. Сөйтіп келесі жылы тағы біреу солай ұйықтап жатса, барып жайлап түртеді дейді. Жаңағы оянса, сен боксерсің ба деп сұрайды дейді. Жоқ. Самбистің ба? Жоқ. Зүдайсың ба? Жоқ. А онда неменеге сен қорылдап жатсың деп айтады дейді. Сондықтан біз өмірде ең басты нәрсе немізге сеніп жүрміз.
Егер жаңағыдай мансабымызға сенсек, күшімізге сенсек, дүниемізге сенсек, өзіміздің әдемілігімізге, сұлулығымызға сенсек, барлығы уақытша. Барлығы уақытша. Ал Аллаға сенсек, Алла мәңгі. Сондықтан Алла Тағаланың мақсаты жаңа айтқанымыздай бізді тәрбиелеу. Әке шешенің баласына берер ең үлкен сыйы жақсы тәрбие болса, көркем мінез сол тәрбиенің шыңы. Сондықтан көп ғалымдардың осы тәрбие туралы нелер көп, өсиеттері көп. Бір ғұлама айтады, сен балаңды тәрбиелеймін деп әуре болма, ол бәрібір сенен көргенін істейді дейді. Сондықтан өзің түзу бол. Бірақ сондай да уақыттар болады. Әкесі түзу болмаса да, Алла баласына инсаф беріп, баласы түзу болады. Мынау Қырғызстанның бұрынғы муфтиі болған марқұм Чубак Хажы деген. Сол кісінің басынан бір уақиға өткен. Бір облысқа барып осылай халыққа уағыз айтып, халық иіліп тыңдап отырса, арасынан біреу шығып, сіздің әкеңіз кезінде ішкен екен ғой деп айтады муфтиге. Соны муфти айтады, иә, кезінде пендешілік қылған, совет кезінде. Бірақ мен ол кісіні уағыз айтып, умраға, қажылыққа барып, намазға жықтым дейді. Сіздің әкеңіз кім болған дейді. Ол кісі айтады, менің әкем кезінде молда болған. Ал енді қазір өзіңіз кімсіз десе, жай бір жұмысшымын. Намаз оқисыз ба десе, жоқ, сіздің уағызыңызды тыңдауға келдім дейді. Сонда Чубак Хажы айтады, көрдіңіз бе, менің әкемнен мен тудым. Ал жаңа сіз мақтанып отқан молдадан сіз тудыңыз. Кімнің әкесі жақсы деп айтады. Сондықтан кейде әке-шешенің тәрбиесі болмаса да, Аллаға жаңағы баланың зейінін ашады, ақылын ашады. Мысалы, сырттан көрген жамандықтан жиіркеніп, өзі тура жолға түседі. Анас ибн Малик айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 10 жыл қызмет еттім. Бірақ еш уақытта маған уф деп айтқан емес. Немесе бір ісіме неге бұлай жасадың, немесе жасамадың деп айтқан емес дейді. Басқа бір хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш уақытта не әйелге, не қызметшіге қол көтерген емес дейді. Тіл ғалымдары көркем мінез ол әдемілік дейді. Кез келген іс әрекетті әдемі орындау дейді. Фәлсафа ғалымдары адамдарға ұнамды болу, яғни симпатия дейді. Сондықтан мысалы біреудің мінезі көркем болса, ешкім оның түріне қарамайды. Ана жер қисық, мына жер қисық демейді. Ел оны жақсы көреді. Дін ғалымдары көркем мінез сөзін кеңінен қарастырып, адам баласының жеке өзіне, отбасында, жұмыс орнында, қоғамдық орындар мен құлшылығына қатысты іс-әрекеттерін әдепті болу, жақсы атқару, тіпті талас тартыс, кек алу, ажырасу, арыздану, өтініш, қарыз талап ету, жазалау, сол сияқты соғыс кездерінде де шариғат талаптары мен әдеттерін сақтай отырып атқару дейді. Енді елімізде бір жас ғалым бар, білесіздер, Ерсін Әміре деген. Сол кісінің атасы жайлы марқұм Әбдіжаппар Османов айтады. Совет кезінде ол кісінің атасы, әкесінің әкесі тракторист болған екен. Сонда намазын тастамаған. Сонда ел ол кісінің үстінен жалғы жасайды екен, намаз оқиды, Құдайға сенеді деп. Бірақ бір күндері Москва жақтан тексеру келсе, көрсетеді, міне мына кісі деп. Барып қараса, жаңа тракторы біздің иномаркілерден таптаза. Жалтырап тұр. Сонда жаңа кісі сұрайды, сендер бұған қандай мін тағып жатсыңдар? Намаз оқиды дейді, Құдайға сенеді. Жұмысы қалай? Жұмысында мін жоқ, кешікпейді, планын орындалмай қалмайды, барлығы уақытында. Сонда жаңа кісінің өзі айтқан екен, Құдайға шын сенген адам қалай ғана солай істей алады деп. Сондықтан көркем мінез деген ол өте үлкен нәрсе. Бұл жайында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан Айша анамыз сұралған кезде, Айша анамыздан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсе жайында айтса, анық үзіп айтатын, қасындағы адам жаттап алатын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек өзіне қатысты болған мәселе бойынша ғана сөйлейтін, және тек сауабы бар, пайдалы сөз айтатын. Егер бір нәрсені жақтырмаса, мүбәрак жүзінен байқалып қалатын, бірақ оны айтпайтын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам балалармен қарым-қатынасы. Анасынан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам балалардың қасынан өтіп бара жатқан кезде амандасып өтетін. Тіпті кішкентай балалардың өзі бірінші қол созып үлгермей қалатын. Пайғамбарымыз бірінші сәлем беретін. Намаз оқып тұрғанда, егер баланың жылағанын естісе, анасы уайымдай ма деп намазын тез аяқтайтын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Абу Хурайрадан жеткен хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам немересі Али ұлы Хасанды да сүйген еді. Сол уақытта қасында Әл-Ақар
ибн Хабис ат-Тамими отырған еді. Сонда ақырақ айтады: менің 10 балам бар, бірақ ешқайсысын осы уақытқа дейін сүйіп көрген жоқпын дейді, сүйген емеспін. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ол жаңағы ісі ұнамай былай қарап айтады: кім мейірімді болмаса, ол рахымшылыққа бөленбейді дейді.